Рақымжан Қошқарбаев 1924 жылы 19 қазанда Ақмола облысы Тайтөбе ауылына жақын орналасқан Қырыққұдық қастағанында дүниеге келген. Арғын тайпасы Қуандық руы Темеш бөлінен шыққан. Ол ата-анасынан ерте айырылып 4 жасында анасынан дүниеден өткен болатын. Ал әкесі болса жалған саяси жаламен сотталып, ГУЛАГ лагерінде болған болатын. Рақымжан Қошқарбаев Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ азаматы, халық қаһарманы болып танылған болатын. Және де Алматы қаласында 10 тамызда 1988 жылы 60 жасында өмірден өткен болатын. Рақымжанның әкесі ауылдың қарапайым, бірақ өз ісіне адал адам. Әкесі мен ұлы бірге далада жұмыс істеп жүр. Рақымжан балам, егер сен шын жүректен еңбек етсең, әрқашан әділ боласың және қиындықтарды жеңе алатын боласың. Ата, мен тек жақсы адам болғым келеді, бірақ мен батыр бола аламын ба? Балам, батыр болу тек күресте ғана емес, жүрегіңде қалады. Егер сен адамдарға көмектесіп, әділдікте қызмет ететін адам болғың келсе, өзіңе сенімді бола біл. Және батырлық соныңда сенің бойыңда қалады. Рақымжан 16-17 жас шамасындағы жігіт. Ауылда әке шешесінің қасында отыр. Қақпадан жүгіріп келген адам қолында әскери шақырту қағазын ұстап тұр. Рақымжан, саған хат келді. Әскер, алда қандай қиындықтар бар екенін білемін, бірақ мен дайын болуым керек. Балам, бұл сенің өміріңдегі жаңа кезең. Әділ бол, адал бол. Әскери бөлімде үлкен дайындық өтуде. Қатардағы жауынгерлер жаңа жас әскери қызметкерлер тізіліп тұр. Олардың алдында командирлер тұр. Атмосфера байсалды, бірақ қатаң. Күннің сәулесі әскери киімдер мен қарулардың үстіне түсіп, жарық пен көлеңке ойнайды. Бұл Рақымжан Қошқарбаевтың өмірінде ең маңызды сәттердің бірі. Әскери ант қабылдау. Мен, Рақымжан Қошқарбаев, өз отанымның адал ұлы ретінде еліміздің тәуелсіздігі мен еркіндігі үшін күресуге ант етемін. Жауынгерлік борышымды адал атқарып, халқымның сенімін ақтаймын. Рақымжан Қошқарбаев ай бойы үздіксіз соғысып келеді. Қалған жауынгерлердің көбісі жарақат алған, бірақ Рақымжан әлі де сапта. Олар ауыр ұрыс алаңынан өтуде. Bir неше рет қарсы шабуыл жасап, жау бекінісін қиратқан болатын. Бөлім командирі Рақымжанға жақындап келеді. Оның көзінде болашаққа деген үміт пен соғысын жақындап қалған аяқтауына деген сенім бар. Қошқарбаев, соғыс аяқтауына аз қалды, бірақ та соңғы шайқас айналды. Біз бәріміз бір-бірімізді жігерлендіріп, соңына дейін күресуіміз керек. Рақымжан мен оның серіктестері Рейхстагқа ту тігу алғашқы қадамдарын жасауда. Бұл менің отаным үшін, халқым үшін жасалған ең маңызды қадам. Біз жеңдік. Рақымжан Қошқарбаев Рейхстагқа ту тігеді. Ту тігілген соң Рақымжан және оның серіктестері жеңістің мәнін түсінеді. Олар соңғы күштерін салып, соғыстың аяқталуына жақындайды. Жауынгерлердің көз жасы мен қуанышқа толы. Олар тек елдің ғана емес, бүкіл әлемнің болашағы үшін күрескендерін білдіреді. Рақымжан, бұл тек сенің жеңісің емес, бұл бүкіл халықтың жеңісі. Сен еліміздің батыры болсың. Рақымжан бір сәтте тұрып, өзінің серіктестеріне қарап, олардың күрестерін еске алады. Олардың әрбір соғыстың шынайы маңыздылығын түсінеді. Әрі болашақ үшін жауапкершілікті сезінеді. Рақымжан Қошқарбаев Ұлы Отан соғысына қатысқан және де халық қаһарманы атағына ие болған. Біз қазіргі тұрған Алматы қонақ үйінде 20 жылдан астам қызмет атқарған болатын. Ескерткіштің дәл осы қонақ үй алдына қойылуының өзінің бір сыры бар. Рақымжан Қошқарбаев Алматы қонақ үй ашылғанда оның алғашқы директоры болған. Бұл қызметті ол 20 жыл бойы өмірінің соңына дейін атқарған болатын.